Қайырлы күн. Мен Балқаш қаласы номер 15-ші мектеп лицейі Әлихан Бөкейханов атындағы география пәні мұғалімі Сәтбек Саламат Кенжеғалмұлы. Сабақтың тақырыбы гидросфера және оның құрамдас бөлігі су ресурстарының маңыздылығы. Оқу мақсаты 7.3.3.1, яғни гидросфераның құрамдас бөліктерін сипаттайды және 7.3.3.2 су ресурстарының маңыздылығын түсіндіреді. Тыңдалым алды сұрағында балалар QR код арқылы осы тапсырманы орындайды. Гидросфера жердің су қабығы, яғни гидросферада бүкіл су көлемі шамамен 1,6 миллиард километр кубты алып жатыр. Су жер шары ғаламшарындағы 3 күйде кездеседі. Бұл яғни газ ретінде, сұйық яғни су ретінде және қатты бұл мұз ретінде күйінде кездеседі. Гидросфера құрлық сулары, яғни оған бөлінеді өзен, жасанды су қоймалары, көл, мұздық, батпақ және жерасты сулары. Дүниежүзілік мұхиттағы Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұзды мұхиты. Судың атмосфера арқылы мұхиттан құрлыққа және құрлықтан мұхитқа алмасуын үздіксіз үдерісін табиғаттағы дүниежүзілік су айналымы деп атайды. Өзен өздері қалыптастыратын арналар арқылы ағатын табиғи су ағындары. Суретте көрсетілгендей, мысалы Ніл өзені, яғни Африкадағы Ніл өзенінің ағыны бар. Дүниежүзіндегі ең ұзын өзен бұл Африка материгінде орналасқан, ұзындығы 6671 шақырымды құрайды Ніл өзені. Одан кейінгі Амазонка өзені, суы ең мол Амазонка өзені, ең үлкен ойпаты Амазонка ойпаты арқылы ағып өтіп Атлант мұхитына құяды. Көл суға толы табиғи арна. Бұл Ойыс, Байкал дүниежүзіндегі ең терең көл 1620 метр. Каспий дүниежүзіндегі ең үлкен көл болып саналады. Каспийге тоқталып кететін болсақ, бұл әрбір құрлықтағы, Ойыстағы жинақталған судың барлығын көл деп атаймыз. Бірақ осының үлкендігі, үлкен аумақты территорияны алып жатқандықтан халық оны Каспий теңіз деп те атап кеткен екен. Титикака теңіз деңгейінен 3812 метр биіктікте орналасқан, бұл тау басындағы үлкен көлдің бірінде жатқызуға болады, яғни биіктіктегі орналасқан. Мұздықтар мұз шоғыры саналатын табиғи түзілістер. Арктика мұздықтар бүкіл құрлық ауданы 11% алып жатыр, яғни мұздықтар екі түрге ажыратылады. Бұлар жамылғы мұздықтар және тау мұздықтар деп аталады. Жамылғы мұздық бұл Арктика, яғни тау мұздықтары бұл таудың басындағы ең жоғарғы бөлігіндегі орналасқан, яғни күн сәулесінің түсуі, яғни жер бетінен жоғары көтерілген сайын әрбір 100 метрде 0,6 градусқа дейін төмендейді. Сөйтіп ол биік тауларда тау басында су күйі ол мұз немесе мұз қиыршықтары арқылы жинақталып тау басында яғни осындай үлкен мұздықтар қалыптасады. Жерасты суларының ерекшелігі жер бетіне төменде таулы жыныстарда газ тектес сұйық және қатты күйде орналасады. Жерасты суларының түрлері ілеспе су жер бетіне жақын орналасады, артезиан суы тереңде орналасқан. Су ресурстарының жан басына шаққанда көлемі бойынша ең бай елдерге бұлар Ресей, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия және тағы басқалар. Ең аз елдер бұл Африка материгіндегі елдер. Дүниежүзілік су ресурстарының ірі аймақтар бойынша тарауы, бұнда дүниежүзілік аймақтар ресурстар 1000 шаршы шақырым бойынша жан басына шаққандағы көрсеткіші. Дүниежүзі Еуропада, Азияда, Африкада, Солтүстік Америкада, Оңтүстік Америкада, Австралия мен мұхиттық аралдарда. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша тұщы суға деген қажеттілік көлемінің жыл сайынғы өсімі 64 миллион куб метрді құрайды. 2030 жылдарға қарай дүниежүзінің халқының 47% су тапшылығында болады деген. Енді әрбір балалардың топтарға бөлінеді. Бұл бірінші топтың тапсырмасы, яғни сұрағы гидросфераның маңызын түсіндіріңіздер. Екінші дүниежүзіндегі материктердің ірі өзендер мен көл номенклатурасын жасаңыздар. Дескриптор бойынша біріншісінде гидросфераның маңызын жазып сипаттайды. Екіншісінде Еуразия, Африка, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка материктеріндегі
ірі өзен және көл номенклатураларын дайындайды. Екінші топтың тапсырмасында құрлықтағы тұщы су қорының үлесінің 360 градустық шеңбер диаграммада таныстырыңыздар. Яғни бұндағы берілген Excel құжатының А. Өзендер мен көлдердің құрлықтағы тұщы сулар арасындағы үлесін жазады. Б. Батпақ тоң құрлықтағы тұщы сулар арасындағы үлесін жазады. С. Яғни мұздықтар мен мәңгі қарлардың құрлықтағы тұщы сулар арасындағы үлесін деп жазады. Үшінші топтың тапсырмасы, яғни бірінші өзендердің шаруашылықтағы маңызын түсіндіріңіздер. Екінші қазіргі таңдағы ауыз су, таза су тапшылығының себебін түсіндіріңіздер. Яғни дескриптивті біріншісі берілген бағандағы өзендердің шаруашылық маңызын жазып түсіндіреді. Екінші қазіргі таңдағы ауыз су, таза су тапшылығының себебін жазып оны түсіндіреді. Яғни бұндағы төртінші топтағы тапсырмалар су тапшылығы мәселесін шешу жолдарын жазып түсіндіріңіздер. Екінші суды үнемдеу үшін не істеу керек екенін ұсыныстарыңызды жазып айтыңыздар. Яғни дескриптивті біріншісі су тапшылығы мәселесін шешу жолдарын жазып түсіндіреді. Екінші суды үнемдеу үшін не істеу керек екенін ұсыныстарыңызды жазып айтады. Енді біз келесі оқушының презентациясына тоқталатын болсақ, мұнда гидросфера маңызында бірінші топтікі күн жылуын жинақтап сақтайды және оны жер шарының аумағына бөліп таратады. Осылайша құрлық климатына ықпал етеді. Мұхит ылғалдың жер атмосфераның жетуінің негізгі көзі. Гидросфера шектен тыс көмірқышқыл газын сорғыш, яғни осылайша атмосферадан газ тепе-теңдігін сақтайды. Гидросфера жер бедерінің пішінінің қалыптасуына әсер етеді. Гидросфера суы тірі организмдердің мекендеу ортасы. Су барлық тірі ағзалар денесінің құрамына кіреді. Су адам шаруашылық іс-әрекетінде кеңінен қолданылады. Бірінші топ, яғни мысал үшін қарасаңыздар, Еуразия материгі, өзен Ертіс, көл, мұндағы Каспий. Африкада Нил, ол көлді Виктория. Оңтүстік Америкада Амазонка, көл Титикака. Солтүстік Америкада өзен, мысал үшін Миссисипи, көлдер, ол көлдерді айтуға болады. Міне осындай тапсырмаларды орындайды. Барлық су қорының 97%-дан астам дүниежүзілік мұхитқа тиесілі, қалған 3%-ы тұщы сулардың үлесіне, яғни 3%-ы тұщы су, 100% ретіндегі алғандағы. Су ресурстары тұрмыста және шаруашылықта пайдалануға жарамды және қолжетімді ресурсты жер асты сулары. Өзендер мен көлдер 0,3%, мәңгілік тоң, батпақ және ылғалды топырақ суын қоса есептегендегі жер асты сулары 30,8%-ды құрайды. Мұздықтар мен мәңгі қарлар 68,9%-ді құрайды. Үшінші топтағы өзендердің шаруашылық маңызы бұл энергия көзі, өндіріс, тұрмыстық қажеттілік, көлік және егіншілік. Үшінші топтың халық санының өсуімен бірге оның тауарлар мен қызметтерге деген қажеттілігі артады. Суарылатын жер ауданы көбейеді, өндірістік кеңейеді, қалалар аумағы артады, қала тұрғындарының саны өседі. Су қорының азаюының басты себептері ең бастысы халық санының көбеюі, өндірістік орындардың көбеюі, судың ластануы және соның салдарында судың сапасының нашарлауы. Мұны өздеріңіз көріп отырғандай. Су тапшылығы мәселесін қалай шешуге болады? Яғни сумен жабдықтау жүйесін жақсарту, ағын суларды қайта пайдалану мақсатында тазалау, теңіз суын тұщыландыру, аз су пайдаланылатын жаңа өндірістік технологияларды жасақтау. Төртінші топтың тапсырмасында өздеріңіз көріп отырғандай, міне суды үнемдеу үшін ваннаға суды толықтырып емес, су безгіні қолдану керек. Су безгіні қолданғанда 30% 50 литр жұмсалса, ваннаны қолданғанда 140-160 литр су шығындалады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, су безгіні қосу арқылы бұл жердегі аз кетсе, толтыратын болса, онда оның 140-160 литр су кететін көрініп тұр. Суды үнемдеу үшін таңертеңгі тісімізді жуған кезде суды краннан ашып, суды ағызып қана қоймай, әрине бұл ағызып тұрғанда бос уақытта су осы краннан сыртқа ағып жатады. Одан гөрі кәдімгі бір стаканға суды алып алып, соны крандан сөндіріп, осы бір стаканда су, яғни тіс жууға жетіп жатыр екен. Сондықтан қандай да болмасын, біз әлемдегі жер бетіндегі жер шарының алып жатқан ауданы 510,12 миллион километр квадрат болса, соның ішіндегі 361,1 миллионы
су болғанымен тұщы судың қоры өте аз екені белгілі. Сондықтан қашанда болмасын біз тұщы суды үнемдеп өте таза сақтауымыз керек. Тыңдағандарыңызға рахмет.